Сәлем достар, бүгін сіздерге YouTube'да монетизация қосу үшін қандай шарттар бар, соның бәрін түсіндіріп беремін. Ең бірінші шарт, арнаңызда 1000 жазылушы 4000 сағат болуы керек. Бұл негізгі талаптардың бірі. Екінші шарт, 4000 сағат көрілім уақытын жинау. Бұл дегеніміз соңғы 12 айда сіздің видеоларыңызды адамдар жалпы 4000 сағат қарап шығуы тиіс. Мысалы, бір 10 минуттық видеоны 100 адам толық қарап шықса, сізге 1000 минут, яғни шамамен 16 сағат қосылады. Солайша біртіндеп жиналады. Көпшілік сұрайтын сұрақ, 4000 сағат дегенді бір жылда жинау керек пе? Я, тек соңғы 12 айдағы уақытыңыз есептелінеді. Қысқа видеолар шортс арқылы монетизация ашуға да болады. Ол үшін 10 миллион қаралым жинау қажет. Бірақ бұл бөлек шарт. Яғни сізде екі жол бар: 1000 жазылушы және 4000 сағат көру уақыты, немесе 1000 жазылушы және 10 миллион шортс қаралымы. Соған жеткенде монетизация қосылады. Монетизация қосылған соң сіздің арнаңызға жарнамалар шыға бастайды. Ал сізге әр көрермендерден ақша түседі. Сома әр елге және контент түріне байланысты өзгеріп тұрады. Сондықтан егер монетизация ашқыңыз келсе, үнемі видео салып тұрыңыз, көрермендерді ұстап қалуға тырысыңыз, авторлық құқықты бұзбаңыз, арнаңызды белсенді дамытыңыз. Сонда сізде жақында YouTube арқылы табыс таба аласыз. Менде оқырмандар саны жетіп, сағат саны жетпей тұр, сондықтан монетизация әзір қосылмайды. Көрермендеріңіз бір видео көріп қана қоймай, арнадағы басқа роликтерге де ауысады. Сол кезде сіздің уақытыңыз екі еселеніп жиналады. Сол себепті бір ғана видеоға емес, арнаңызды жүйелі түрде толтыруға тырысқан дұрыс. Ең бастысы тоқтап қалмау керек. Кейбіреулер сағат жиналмай жатыр деп ойлап видеосын сиретіп жібереді. Бірақ керісінше қаншалықты көп салсаңыз, соншалықты тез жиналады. Сапасы өте жоғары болмаса да, қарапайым күнделікті түсірген видеолардың өзі пайдасын береді. Уақыт өте келе көрермендер көбейеді, ал сіздің сағатыңыз өздігінен тола бастайды. Көп адам YouTube'дағы 4000 сағатты жинау қиын деп ойлайды. Шындығында ол соншалықты ауыр емес. Ең бастысы, арнаға үнемі видео жүктеп тұру керек. Әрбір қосқан видеоңыз сізге қосымша көру уақыты болып қайталайды. Жазылушыларды көбейту үшін видеоны үнемі тұрақты түрде шығарып тұру керек. Көрермендерге пайдалы, қызықты контент жасау керек. Видео соңында немесе ортасында арнайы жазылуды ұмытпаңыз деп айту керек. Пікірге жауап беру керек. 1000 жазылушыға жеткенде сіздің арнаңыз ресми түрде монетизацияға қосылады. Бұл тек бастамасы. YouTube ескертуді неге береді? Біреудің видеосын, әуенін, суретін рұқсатсыз қолдансаңыз, мысалы танымал әнді қосып салу немесе бөтеннің видеосын қайта жүктеу, осындай жағдайлар YouTube ережесін бұзады. Сондықтан ең дұрысы YouTube ережелерін бұзбай, өз контентіңізді түсіріп салу. Біреудің видеосын рұқсатсыз жүктегенде, видео бірден бұғатталады немесе монетизация қосылмайды. 3 рет осындай ескерту алсаңыз, арнаны мүлде өшіріп тастауы мүмкін. Кейде автор видеоға шығам деп жіберіп, табыс сол авторға кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан ең дұрысы тек өзіңіздің түсірген немесе заңды түрде қолдануға болатын авторлық контентті салу керек. Мен өзім білгенімді басқаларға пайдалы болсын деп YouTube'ға салып жүрмін. Әр видеомда күнделікті өмірде қажет болатын қарапайым кеңестермен, пайдалы ақпараттармен бөлісіп, әдетке айналдырдым. Өйткені бір адамға болсын көмегім тисе мен үшін үлкен қуаныш. YouTube арнасын аштым. Әр видео бір пайдалы кеңес, бір жаңа ақпарат. Мен үшін бастысы сол сіздерге кішкентай болса да пайда тигізу. Егер менің бөлісіп жүрген видеоларым сіздерге ұнап жатса, арнаға жазылып, қолдау білдіріп,
кетсеңіздер болады. Алда әлі талай байда пайдалы дүниелермен бөлісетін боламын. Көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.